Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма? Сіздердің алдыларыңызда Санива компаниясының өнімдері. Осы өнімді өзіміз қолданып жүргендіктен алдымызда отырған біздің Айман ханымыз осы компанияның партнері. Сіздерге осы өнім туралы қысқаша мағлұматтама беріп өтеді. Сәлеметсіз Айман ханым. Сіздер уже қанша болды осы өнімді қабылдап, өзіңізге қабылдап отырғаныңызға? Бізде міне жаңадан кіріп осы продукцияларды алып отырмыз. Мен өзім ұлыма алып отырмын, тағы племянницама алып отырмын. 2 жетінің ішінде жақсы результат беріп жатыр. Енді сіздің өзіңіздің аузыңыздан естіп, қандай продукцияны қолдануға болады? Ең бірінші, біз әйел адамдар болғаннан кейін біз көбінесе жаңағы корейский косметикаға жүгінеміз, содан кейін аптеканың дәрілеріне жүгінеміз. Содан кейін ол уақытша емдейді, содан келесі жолдары тағы сатып алуға мәжбүр боламыз. Енді бұл продукциялардың бағалары өте тиімді, қалтамызға ауыртпалық келтірмейді. Сондықтан Айман ханым, өзіңіз қысқаша осы өнім туралы бізге жақсылап бір таныстырып өтсеңіз. Мен Жұматаева Айман, Талдықорған қаласының тұрғынымын. Бұл Санива компаниясына мен денсаулық үшін келдім. Аз уақытта мен осы компанияның бірнеше өнімдерін қабылдап отырмын. Аз уақыттың ішінде результат өте жақсы. Бұл компанияның әр өнімінің өзінің қасиеттері бар. Жүрекке қарсы, бауырға қарсы, өт жолдарына қарсы, қан тамырларына қарсы. Содан кейін буындары ауыратын үлкен жасты кісілерге, кішкентай балаларының паразиттері, орысша айтқанда глисты дейді ғой, соған арналған өнімдері. Оның қасиеттері өте күшті, енді шынымды айтсам. Бірақ енді мен осы компанияның ішінде пептан деген өнімін туралы айтқым келіп отыр. Бұл балық коллаген пептиді. Бұл адамның коллагеніне өте ұқсас. Сондықтан бұны судың өзінде ерітіліп, бір пакетін 200 грамдық үйдің ішінде тұрған суға езіп, іше беруге болады. Дәмі пайдалы, өзі дәмсіз, бірақ дәмі болса да кішкене ғана балықтың дәмі бар. Бірақ балықтың коллагені болғаннан кейін ғой, бірақ енді оны іше алмайтындар әр сокқа қосып ішуіне болады. Бал қосып ішуіне болады. Бұл қасиеті сондай, бұл күштілігі сондай. Буын аурулары, артрит, остеопороз, остеохондрозы бар адамдарға сол ауруының алдын алып отырады. Қан тамыры ауыратындар, давлениялары биік, қанттары биік, содан кейін сол холестеринін тазалап, холестерин өте көп мынаның ішінде. Сол холестерин тамырларын тазалап, давлениесін нормаға келтіреді, қант нормасына келтіреді. Жастардың целлюлиттары, шаштарын орнына норма табиғи орнына келтіреді. Өте тамаша. Сондай қасиеті бар. Сондықтан еще көмектесетін нерв жүйкесі ауыратындар, эндокринный системалар ауыратындарға өте көмекті, өте пайдалы, өзінің орнына қандан келтіреді. Терілерін суландырады. Орысша айтқанда увлажнять дейді. Корея компаниясының бәрі сол увлажнениеден басталады. Сондықтан ішінен увлажнять етілген тері ішінен дермасына дейін суланып тұрса, ешқандай әжім болмайды. Ал енді тері төмен неткен әжімдерді жаңағы увлажнение арқылы оның бәрі морщиналарын бәрін қалпына келтіреді. Өте тамаша. Сондықтан Д витаминді өзіңіз білесіздер. Буындар, ет несі үлкен кісілердің азайып, сүйектері сынғыш болады. Сондықтан олар осыны ішсе, соны алдын алып отырады. Әсіресе сүйектердің массасы азайған сайын, олардың бесқанса тите дұрыс бұрыламай қалып, или құлап қалса, аяқтары, қолдары сынып жатады. Соған мынаны алдын алады. Өте тамаша. Өте тамаша екен, иә.
Осыны айтайын деп едім. Соны мына амин қышқылдары өздеріңіз білесіздер. Ол амин қышқылдары мына ми қан айналымын нормаға келтіреді. Сондықтан өте пайдалы. Соны мына витаминдер мен дәрумендерді ішке пайдасы келтіріп сіну үшін олар аминокислотаның рөлі өте биік. Сондай қасиеттері бар. Өте тамаша. Енді мына столдың үстінде былай продукцияларымыз тұр ғой. Мұнда мына жидкий кальций бар екен, сұйық кальций, иә? Содан кейін мынандай продукциялар бар екен, мынау инулан мен фитовиз, содан кейін мынау ішті арықтататын ба? Иә, мына ішті арықтататын, мына не бір қалыпты нормада ұстап тұрады. Адамның весін бір қалыпты ұстап тұрады. Бізде мына әйелдерге таптырмайтын продукция екен, алдағы өте тамаша. Ал енді мына айтып отырғаныңыз, бұл да неге келтіреді, нормаға келтіреді весін. Бірақ бұның бәрін іш құрылысын, әсіресе шек қарынды тазалайды. Тазалап, соның өнім өте пайда. Мынау енді антипаразитарка дейді ғой, иә? Бұны енді бізде керемет талдықорғанда қолданып жатыр екен қазіргі таңда. Кожавенді осы алып жатыр деп естіп жатырмыз, өзіміз де қолданып жатырмыз. Енді мына продукция туралы не айтасыз? Айтыңызшы осы. Бұл продукциялардың қандай қасиеті бар? Қысқаша айтып кетсеңіз. Мына фарабиз дейді, мына іш құрылысын болғанда асқазаны. Асқазанында изжога дейді, қыжжау. Иә. Соның кейін язвасы болса, гастриті болса, мынау бауырдікі, лайф 8 деген. Мынау оның қасындағы отырған анан осының бәрін жуып шайып шіккенге осы шай керек. Шайы арналған. Өте тамаша. Ал енді мына дәрі формула дейді, мына природный антибиотик бұл. Ауру антибиотик ішпей, осы нені іші, мына шайын іші, природный антибиотик деген осы өнім. Мынау латлина дейтін, мынаған өстіп қосып ішше, бұның өзі одан арман күшейеді. Күші деген одан арман күшейеді. Мынау енді қарандаш, мынау көбінесе әйелдердің ауруы, еркек аурулары, геморрой, сондайға қарсы. Женский. Осы соны алып отырады. Мына енді авикорин деген, мына почечный чай деген, бұл бүйректің ауруы. Бүйректің ауруы, оның ішінен тасын шығарады, өгітіп, соның кейін өт жолында тұрған тастарды бәрін өгітіп, ақырындап тазалап шығарады. Соның кейін бір биокрем деген бар екен, иә? Бұл өте пайдалы, бұның супер крем десе де болады. Мынаны бетке жақсы, мынау жаңағы суландырады. Іші беттегі нені кетіреді, әжімдерді кетіреді. Сондықтан мына дермаға, енді эпидермистен кейін дерма дейді, сол дермаға дейін кіріп, мынау ішіндегі глубокий морщины дейді, соны да бұл тарқатады. Соның кейін беттегі неге қарадақтарға жақсы көмектеседі деп отыр, осы қарадақтарға. Соның кейін жастарға әсіресе угри дейді ғой, соған қарсы, соның гаймориті, соның кейін көзге конъюнктивит, соның кейін ячмень дейді, теріскендер, солар шыққанға қарсы өте пайдалы. Соның кейін тісі, кішкентай балалардың тісі стоматит болады. Соған қарсы мынау. Өте. Соң кейін ангинасы ауру, ішінен жақсада, сыртына мына жерлерінен ақырындап, бітіп жағып, орша втирать ету керек. Соны втирать етсе, ангинасы, фарингиті, ларингиті, соның бәрін емдейді. Өте тамаша. Соның кейін құлақ ауруы, құлаққа суық тиеді ғой, соның жан-жағына нетіп қойса, жағып, әбден уқалап, сіңдірсе, ауру кетеді. Өте тамаша. Соның кейін мынаның бір несі, қалайды? Мен өзім, Айман ханым кеше алдың күні тісім ауырды. Воспаляция етіп, десінім. Осын алдымда тісіме растирать етіп, ертеңгісін жағып, или мұтып кеттім ба, или осының көмегі ма, осы деснамның, сіп тұрған деснам жаңағы ісігі басылды.
Енді осының қасиеті керемет екенін осыдан біліп отырмын. Мен Көрдіңіз жаңа ба? айттым ғой сізге, Иә. ана ангинасы, фарингит, ларингит барларға өте пайдалы деп. Дұрыс Содан айтасыз. кейін жаңа кішкентай балалардың стоматиті. Мгм. Содан кейін мына тісі кариесі бар адамдар аяқ астынан тісі ауырады ғой. Мгм. Соны сол кариесін жан жағына үстіне қойса, Мгм. онда өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа Иә. қай уақытта қойып кеткенін білмедім деп. Дұрыс. Соны мынандай шидің басы бар ғой, Мгм. сондай мына майзды алып тілінің астына қойып ақырындап сорса, Мгм. ангинасы да кетеді. И самый не айтайын деп отырғаным, мына гастриті бар, язва желудка, 12-перстный, колит кишечника дегенге мынау өте пайдалы. Бұны қалай ішеді ма, жоқ жағады ма? Жоқ, мына шайдың сіріңкенің шидің басы бар ғой, Мгм. сера дейді ғой. Сондай ғана алып тілінің астына қойып, ақырындап сорып өзі тілінің астымен сіңіп кетеді. Соны түкірігі шықса, түкірігінде жұта берсе, Мгм. сондай ауруларға мынау өте пайдалы өнім. Өте тамаша. Енді мына екі продукция туралы айтып берсеңіз. Мына йод натур деген, биоплюс деген, бұл мына қазір Қазақстанда өте йод тапшылық. Мгм. Сондықтан әр қайсымыз мына щитовидный железамыз ғой, соның ішінде йод тапшыл деген өтірік емес. Сондықтан осыны қабылдаса, осыны ішсе, мына щитовидный железа нормаға келеді. А щитовидный железасы аурулары, жаңағы аурулар бар адамдарға осыны ішсе, ләйме жазылып кетеді. Таптырмайтын продукция екен, дұрыс. Мгм. Ой, рахмет сізге, Айман ханым. Қандай осы біраз уақыттың ішінде үлкен жаңағы анықтама беріп жатсыз. Енді біз айтамыз ғой, компания деген көп. Сол компанияның ішіндегі жаңағы бетке ұстар компанияның бірі осы Санива компаниясы деп айтамыз бүгінгі таңда. Өзіміз қолданып отырғаннан кейін, өзімізден результат алып отырғаннан кейін, осы компанияға келіп, осы өнімізді алыңыздар деп сіздерге айтамыз. Сізге рахмет, Айман ханым. Сізге денсаулық тілеймін. Аман есен болыңыз. Сіздерге рахмет. Шақырып, мен өзіммен бөліскеніме мен де қуаныштымын. Жақсы.